Мен де жұлдыз боламын ән байқауының жеңімпаздары Түркияға арнайы концерттік бағдарламаны беріп, стамбулдықтар алдында өнер көрсетті. Айтулы кеште қазақ эстрадасы мен дәстүрлі халық әндері және классикалық жанрдың танымал шығармалары орындалды. Әсіресе көрермен қауым ұлттық аспаптың бірнеше түрін шебер меңгерген дарынды жастардың өнеріне сүйсініп, аяқтан тік тұрып қошемет білдірді. Енді жас өнерпаздар Стамбулдан кейін Түркиядағы қазақтардың ауылы Алтайға барып, қандастарымыз үшін арнайы концерт береді. Бұл жобаның Қазақстанда концерті болып, бұл жерде Түркияға арнайы біз балаларға жолдама берген болатынбыз. Сол «Мен де жұлдыз боламын» жобасындағы жеңімпаздар бүгін осы Түркияның қандастарымыздың, бауырларымыздың арнайы шақыртуымен осы елге келіп, алғашқы концертімізді қойып жатырмыз. Бұл Түркия еліне «Мен де жұлдыз боламын» атты шоу концертінен гран-при жүлдесінің иесі атанып, Түркия еліне жолдама алдым. Ертеңгі болатын Алтын Койе қалашығында болатын концертте «Елім менің» атты әнімді айтамын.